Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз фастфудтағыдай наггетстер дайындаймыз. Дәмі әлде қайда дәмдірек болады. Менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Тауықтың төс етін аласыздар да, осындай үлкен емес қылып кесесіздер. Жарты шай қасықтан паприка, қара бұрыш, тұз және кептірілген сарымсақ салыңыздар. 1-2 ас қасық күнбағыс майын және 1 қасық лимон шырынын салып дұрыстап тұрып араластырыңыздар. Бетін жауып 15-20 минутқа маринаттап қойыңыздар. Тауығыңызды алдымен ұнға, содан кейін жұмыртқаға, содан кейін нан ұнтағына аунатып, одан кейін екі жағын қуырыңыздар. Наггетстерді орташа отта 5-6 минуттан бір жағын, 5-6 минуттан екінші жағын қуырып шығыңыздар. Бар жоғы жарты сағатта осындай наггетстер дайын болды. Тура фастфудтағыдай KFC-дегідей, бірақ әлде қайда дәмді. Кетчуппен ұсынсаңыз болады. Қоңырлау боп тұрғаны нан ұнтағы панировкаға аунатқаным, ал сарылары кәдімгі ұнға аунатқандар. Осындай наггетстерді пісіріп, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Рецепт ұнап жатса, лайк қосып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Аяғына дейін назарлағаныңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.